Арадағы махаббат неге суып кетеді? Сүйіп қосылған екі адамның арасындағы махаббат отының сөніп қалуының себептері қандай? Біріншіден, әйел мен ер адамның екі арнада бөлек дамуы, яғни екі жақта ортақ қызығушылық, ортақ әңгіме жоқ болғаннан кейін әркім өз мүддесін ойлап кете береді. Арада тек ортақ өмірден, балалардан басқа сөйлесетін тақырып болмай қалады. Екіншіден, сезімдер бағаланбайды, реніш пен ұрыс керістің нәтижесінде махаббаттың жандануына, романтикаға көңіл бөлінбей қала береді. Үшіншіден, айна сияқты қарым-қатынас, ол маған осылай жасады, мен де соған осылай жасаймын деген ерегесу басталады. Төртіншіден, сырт келбетке мән бермеу. Маған деп тұрмысқа шығуға келісім берген қыз қайда деп көп жігіттер өз әйелдерін өздері танымай қалып жатады. Себебі кейбір әйелдер сырт келбетке мән бермей өздерін ұмытып кетеді. Бесіншіден, басқалармен салыстыру. Айналадағы ер адамдар сіздің еріңізге қарағанда қызықты, қамқор, сондай жақсы болып көрінуі, немесе сіздің солай көрінуіңіздің нәтижесінде көңіліңіз қалып бастайды. Алтыншыдан, әдеттің қалыптасып қалуы. Көбінесе әйелдер күйеу жұмыстан кейін ұзақ уақыт болмаған кезде оны байқамайды. Ол менен басқа қайда барады дейсің деген сенімділікпен көзге ілмейді. Жетіншіден, әйел өзінің лидерлік қасиетін дамытып, өзіне қорған болатын адамды керек етпеген уақытта. Өзім әйел, өзім еркек болып бар жұмысты істей алатын болсам, маған күйеу не үшін керек деп ойлауының нәтижесінде ара қатынас бұзылады. Соңғысы, күнделікті өмірден басқа айтатын әңгіме болмай. Сол кезде күнделікті күйбең тірліктің салдарынан бір-бірімізге деген романтикалық сезімдерді ұмытқан кезде екі адам арасындағы қарым-қатынас та жоғала бастайды.